Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен вареная сгущенка қосылған булочки дайындаймыз. Ол үшін ашытқымызды, жылы сүтімізді, қантымызды, жылы айранымызды, ерітілген майымызды және 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға тұз себеміз және жаңа дайындап алған сұйық массамызға ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елеміз. Барлық ингредиенттер қыздар төменде берілген. Еленген қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін нанымыз осылай көтеріледі. Аз ғана ұнға ауната отырып, бір илеп аламыз және 80 граммнан бөлеміз нанымызды. Дайын болған кішкене күлшелерімізді міндетті түрде пищевая пленкамен жауып қоямыз бетін, себебі жұмыс істеу барысында кеуіп кетпеу керек нанымыз. Нанымызды сопақшалау етіп жайып аламыз. Шеткі жағына қарай 1 чайная ложка сгущенка қосамыз және жақсылап бекітеміз. Міндетті түрде жақсылап бекітіңіздер қыздар, себебі пісу барысында варенкамыз ағып кетуі мүмкін. Осылай қолымыздың күшін пайдалана отырып жақсылап басамыз. Пышақтың көмегімен осындай полоскалар жасаймыз және айналдыра отырып бетін жауып шығамыз осылай. Міне осындай булочкалардың пішіні дайын болады. Әр булочкамен осы процесті қайталаймыз. Осы рецепт бойынша 14 булочка дайын болады. Дайын болған булочкаларымызды пергамент төселген противеньге орналастырамыз және беті жабылған күйде 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін бір жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүтті қосамыз және осы массаны булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Және 170-180 градус қызған пешке булочкаларымызды қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, булочки дайын болды. Өте дәмді шығады. Әсіресе вареная сгущенка қосылғандықтан балалар сүйіп жейді. Жасап көріңіздер міндетті түрде, ұнайды деген сенімдемін.